Қазақ жерінің бір бөлігі Сарыарқа. Сарыарқа Қазақстанның ұлан-ғайыр жерін алып жатыр. Тұңғиығы тұнжыраған көлдері, арналы өзендері, аласа таулары, сарғайған сары шөптері, жазық даласы қандай керемет. Тарихи және археологиялық ескерткіштері әр адамда қызығушылық танытады. Ақкөл ауданының сакралды картасына 6 киелі нысан енгізілген. Олардың екеуі Урюпин ауылдық округының аумағында орналасқан. Урюпин ауылының маңында батысқа қарай 2 шақырым қашықтықта сұр қорғандар, ежелгі сақтаушылар бар. Олар қазақ халқының жоңғарлармен батырлық күресі, даңқты батырлардың жауынгерлік ерліктері туралы еске түсіреді. Бүгінгі күнге дейін қорғанның бөктерінде жатқан ержүрек ұлы Қазы Батыр туралы ежелгі аңыз сақталған. Қазы Батыр алып күшті, ержүрек жауынгер, Бұқар жырау, Ерқабанбайдың Абылай ханның белгілі серігі болған. Олармен бірге жоңғар басқыншыларына қарсы тұрған. Қазы Батырдың күші мен батылдығы көптеген шайқастарды жеңуде көмектесті. Шайқастың бірінде Қазы Батыр қаза табады. Батыр қаза болған күні қатты боран соғып, Батырды жерлеу үшін Әзірет Сұлтанға жеткізуге мүмкіндік болмайды. Сондықтан жаз келгеннен кейін сүйегін Түркістанға апарамыз деген шешімге келіп, осы жерге жерледі. Алайда жаз басталысымен Батырдың қайтыс болғаны туралы жаңалықты естіген қалмақ тайпалары шабуылдарды жаңартты. Қазы Батырдың сүйектері бүгінгі күнге дейін жерленген жерінде қалды. Аңыз қорғанда орналасқан тағы бір жерлеу туралы баяндайды. Ол ханым сүйегі деп аталады. Тарихи деректерге сүйенсек, Абылай ханның 12 әйелі болған. Абылай хан көп уақытын сүйікті әйелі Өрес ханымға арнайды. Түркістан мен Қызылжардың арасында қалың әскермен жортып жүргенде Өрес ханымды алып жүріпті. Жазушы, зерттеуші Жайық Бектұров өз жазбаларында Урюпинка ауылының үлкендерінің естеліктерінде Абылай хан батырларымен бірге күнге Түркістанға аттанады. Жолда дөңгелек қаудың жанында орналасқан Талқара өзенінің жағалауына тоқтауға ұйғарды. Ауыл тұрғындары дәстүр бойынша ерулік жасайды. Абылай ханға шай құбырғы бақсы келеді. Сонда одан болашақта мені не күтіп тұр деп сұраған екен. Сол кезде бақсы: «О ұлы хан, сүйікті әйелің қайтып кетеді. Сен оны осы жерге жерле» депті. Бірақ та Абылай хан бақсының айтқанын елемей, одан әрі жүре беріпті. Кейін әлгі бақсының айтқаны келіп, 25 шақырым жол жүрген соң ханның әйелі Өрес ханым кенеттен қайтыс болады. Сол кезде Абылай ханға бақсының айтқан сөздері есіне түседі. Сөйтіп, хан бақсы айтқан жерге қайтып оралып, сүйіктісін жерлеген екен. Содан бері бұл жер ханым сүйегі деп аталып кетті. Сол себепті де жергілікті тұрғындар бұл жерді киелі деп санайды.